Әдетте біз демалуға баратын кезде барынша барлық заттарды алып аламыз. Мангал, киім, артық киім, футболка, шорты деген секілді. Сол оймен мен де өте көптеген керек болса да, керек болмаса да заттарымды толтырып алып алдым. Ал ендеше бір көлікке жол тап. Bir kölükке mi? Shopping? Bir kөлікке? Жақында ғой. Ал достар, біз бір көлікке бармай тұрып, өзімізге керекті заттарды алып алайын деп жатырмыз. Кеттік. Менің жұмысым қазір су алу керек. Буратино және 5 литрлік таза сулар. Шынымды айтсам, маған кола, фанта дегендер өтпейді, бірақ Буратино өте қатты өтеді. Салқындатып ішкенге рахат. Ал 100 теңгеге мынандай кішкентай чипсы достойны ма? Қой, басқа нәрсе алайық одан да. Барынша ешнәрсе алмаймыз деп мынанша зат алдық. Арнаға тіркеліңіздер, қарапайым қазақтар қолдап кетіңіздер. Біз ары қарай бір көлікке қарай жол тартамыз. Шашликсіз саяхат па демекші. Қазір біз шашликтің дайын еттерін алайық. Достар, біз сенбі күні келген едік. Бұл жақта тіптен орын жоқ, сондықтан да кеш болды. Біз әлі іздеп жүрміз бос орын. Ал достар, біз ақыры таптық. Таңдап алмадық, арасында ең бос деген жерге келдік. Достар, өзім мына жерге кішігірім холодильник жасап қойдым. Су өте мұздай, әрине бұлақ болғасын. Тастарды қойып, суларды килька және қауынды салып қойдым. Біздегі қазіргі аура осындай достар. Қазір көп қойып жатырмыз, шашлик жасап жатырмыз. Барлығы керемет. Помидор. Пияздан қосамыз. Сөз жоқ, керемет. Дайынсың ба? Жігіттер тиіндеп жатыр. Дайынсың ба? Йо, дейді ғой. Әлинұр дәу бассейнде. Кайфамайды дейді жабай. Ал достар, түнде бассейнге түсейін деп жатырмыз. Әрине бассейн жарығы әлі жоқ екен, бірақ су өте жылы. Кеттік. Інімді бірінші тастадым, енді өзіңіз көріңіз. Замансыз қой арғы жағы, екінші жағы. Болды, кетті жабайхан жоқ. Ал достар, түнгі 2, енді видеоны ертең азанда жалғастыратын боламыз. Сіздерге қайырлы түн. Ал біз орнымызға жайғасайық.
Қайырлы күн достар. Таң атты. Таң болғанда сағат 11 болып қалды десек те болады. Біз кешке жаттық, өте кеш, және түнгі 1:30-да біз бассейнге түстік. Су өте жылы болды. Сондықтан былайша айтқанда өте қатты ұйықтадық десем де болады. Мен өзім сағат 8-дерде 9-дарда тұрдым. Негізі менің ойым күн шықпай тұрып қырға шығып күннің қалай шыққанын бақылау болатын, бірақ ұйықтап қалдым. Мұздай бұлаққа мынандай буратинаны салып қойып кейін ішесің. Табиғи салқындық. Қазақша сөз өлтіреміз ғой. Көзің жасаурап кетеді ғой. Біз бұл жерге су қауын түгілі еттерді де қойып қойдық. Таза осы жақтың холодильнигі. Достар, егер бір көлікке келетін болсаңыздар, отбасыларыңызбен алдын ала 3-4 күн бұрын немесе 1 апта бұрын хабарласып, Instagram арқылы көріп, қандай коттедждер бар, немесе бағаларын көріп, алдын ала брондап алғандарыңыз өте дұрыс болады. Себебі кеше біз кеш келдік көлікпен отбасымызбен, және алдын ала хабарласып қалғанбыз. Кешке және сенбі болатын, олаңыздар, сенбі күні барлық адам келеді. Олар тіпті азанда бір күн алдын келіп алуы мүмкін. Сондықтан да жақсы коттедждерден еш жер бос емес. Сондықтан да біз таудан сәл ары арзандау, тек тапшандар және бассейні бар. Ашылғанына 1 апта болған жерге келдік. Бірақ бұл жердің болашағы өте керемет сияқты. Қазірдің өзінде кәдімгідей атмосферна. Су ағып тұр, шылдырап. Осының салқын буы ұрады, және оң жағында тапшан. Мына жерде самаурын, ана жерде үлкен бассейн, және бассейн су өте таза, кәдімгідей қарайды. Сіздерге міндетті түрде Instagram қалдыратын боламын. Бұлайша ақша үнемдегілеріңіз келсе, дәл осындай жерге келулеріңізге кеңес беремін. Көрген адамның кез келгені бассейнге түсіп кетеді деп ойлаймын. Достар, қазір түс болды. Біз жай ғана отырмай тауға барып сіздерге көрсететін боламыз, қандай коттедждер бар, таудан қалай көрінеді. Барынша шығатын боламыз 2 сағатта. Басты камера алып алдық, кеттік енді. Міне қарасаңыздар, әртүрлі осындай демалыс орындары бар, барыс дейді. Барлық жағдай өз қаражаттарыңызға байланысты. Түр-түрін табасыздар. Мына жақта жолдың барлығы, коттедждер ескісі де, қымбаты да бар. Даниял демалыс орны. Мына жақта шашлыки, көмір, балон барлығы бар. Одан бөлек мынандай көптеген жаңа коттедждер салынып жатыр. Жолдарды қараңыздар. Құрылысы өте көп болып жатыр. Мысалы, анау здания өте әдемі көрінеді. Башына ақ көтірсін. Бірақ бүгін Шымкентте 45 градус ыстық болып отыр. Сондықтан тіпті бір көліктің өзі әжептәуір ыстық сияқты. Тау жақын көрінгенімен өте алыс. Сондықтан да такси тоқтатпасақ болмайды. Сол жәнеке алып кетеді деген ойдамыз. Айтпақшы, кейбір адамдар өздерінің палаткаларын алып келіп, демалып отыра береді екен. Қазақстан көшесі, және мына жақта мысалы іздеп жүргенде көрдік. Бассейнді қараңыздар.
әрине жағдай өте былайша орташа да тіпті төмендеу деп айта аламын. Себебі тек қана шөптің үстіне бір-екі тапша мынандай орындықтар қойып қойған. Ал бірақ әдемі бассейн деген нәрсе жоқ. Қараңыздар, топырақ айналасы ол әдемі деп айта алмаймын енді. Бұл енді арзан бағада келген адамдарға ыңғайлы. Тоқтатса. Давай, қолын соғыз. Ал достар, ақыры біз таксиге отырдық, жолдан тоқтады. Біз жарты жолдан барамай қайтып кеттік, сосын қаладан көлігімізді жеткізіп берді ағамыз. Сосын көлікпен баруды жөн көрдік. Міне. Тау өте жақын көрінеді, бірақ жаяу барғанға өте алыс. Сондықтан да егер де сіздерде де осындай жағдай болып қалатын болса, көлікпен жүрген дұрыс. Мына жақта тауға барынша жақындап бара жатырмыз достар. Бірақ адам көптігін қараңыздар, өте көп. Тіпті жолда машинаның өзі бір машина сияқты. Бассейн бұлай үлкен емес ау деймін. Достар, бір көлікте демалуға ең керемет таптырмайтын жерді таптым сіздер үшін. Бірақ ол жер менің ойымша әлі қолданысқа кірмеген. Қазір сіздерге толықтай ақпаратты беретін боламын. Бір көліктің ең түбіндегі адамдар келетін жер бұдан артық бармайды. Камерада қатты көрінбейді әрине, бірақ көзбен көргенге өте үлкен. Сіздерге айтып жатқан ең қолайлы жер менің ойымша мынандай үйшіктер. Әрине айналаның барлығында ремонт болып жатыр. Міне. Мынаны қарасаңыздаршы. Вау! Мына жерге су ағатын қойып қойыпты. Менің ойымша уақытша шомылады. Міне. Мына жақтан түнде тауға қарап жатады. Аспан көрінеді. Мына орындыққа отырып алды. Міне достар, осымен видеоны аяқтайық. Осындай жерлер. Мына жерде кішігірім көл жасағанда ішіне балықтар салған. Қараңыздар, өте жылдам жүріп көп балық. Үлкен. Бұндай балық екенін білмедім дағы. Ал достар, бүгінгі видеодағы ең керемет, ең пайдалы ақпарат осы болды деп ойлаймын. Бірақ бұл жерде сұрастырайын десек, адамдар жоқ. Бір көліктің ең тағалған жері адамдар баралатын түбінде осындай керемет үйшіктер салып қойыпты. Бұны мен тек қана Алматыдан көргем. Астана жақта да бар екен, Бурабай жақтарда. Мен көрмегем, тек қана Алматыдан көргем. Мына Шымкентте салып жатыр деп ойламаппын. Сондықтан да достар, сіздерге өте керемет ақпарат болды деп ойлаймын. Ең бастысы, қарапайым қазақтар сіздерге жаңа ақпаратты, жаңа сіздер көрмеген нәрсені, әлі ешкім көрсетпеген нәрселерді ашып бере беретін болады. Сол үшін сіздер қарапайым қазақтарды қолдап кетіңіздер. Подписчикті көбейтейік, Құдай қаласа 1000-ға жете берейік. Видеоны көргендеріңізге рахмет. Келесі видеода да кездескенше.
Келесі видеода кездескенше.